Сәлем достар, осы уақытқа дейін қолданып жүрген AirPods 1-дің екінші моделі шықты. Елдің бәрі сол айырмашылығы қандай екен деп ойланып жүрген кезде біз соны қазір анықтап көрейік, ашып көрейік. Оның ішінде кітабы, AirPods-тың өзі. Және Lightning кабелі бар екен. Енді өзін қарайтын болсақ, сырты жағы, іш жағы ешнәрсе өзгермеген. Сырты пластик, құласа немесе бір нәрсеге тисе сырылады. Және бұрынғыдай екі құлаққап, екеуі де бірдей, 1 мен 2 мен салыстыратын болсақ, формасы өзгермеген. Ең бірінші айырмашылығы бұл AirPods 2-ні сымсыз зарядтауға болады. Зарядсыз қуат беретін құрылғыға қойсаңыз, зарядталады. Немесе зарядтай алатын смартфонның үстіне қойсаңыз да болады. Екінші айырмашылығы, бұл екінші AirPods-тың заряды 5 сағатқа жетеді. Бірақ бұрынғыдан 10%-ке ғана үлкейген. Бірақ сіз оны байқамайсыздар. Бірінші AirPods-тың, екінші AirPods-тың айырмашылығын білем десеңіз, мына құлаққаптың астыңғы жағында сандары көресіздер. Бірінші AirPods-тың сандары 1-ден басталады, екінші AirPods-тың сандары 2-ден басталады. AirPods-ты қосу үшін қасына келіп, крышкасын ашсаңыз, ол өзі топ береді. Бүйтіп сұрақ қояды, сіздікі ме деп. Қосу үшін подключить басасыздар, и мына жерде басты кнопкасын басу керек. Басып ұстап тұрсаңыз, қосылады. Енді қосылды. Қосылған кезде сразу зарядтарын көрсетеді. Құлаққап пен кейстің зарядын білгіңіз келсе, бұнда сізге лайфхак айтам. Виджет деген қосуға болады. Мына жерде элементы питания деп қоссаңыз, ол сіздерге көрсетеді. Мына iPhone зарядкасы 56%, AirPods зарядкасы 10%, жаңағы қораптың өзінің зарядкасы 63%. Және AirPods 2-нің 4-ші айырмашылығы бұл Siri-ді құлаққаппен шақыруға болады. Мысал ретінде киіп алсақ, егер мен бұл телефонның, бұл смартфонның микрофонды өшіретін болсам, Siri-ді құлаққаппен шақыруға болады. Осындай айырмашылығын білу үшін AirPods 2-ні берген сатып магазиніне үлкен рахмет етеміз. Ссылкасы астында. Сонымен осындай 4 айырмашылығын білдіңіздер. Бір барларын 2-ні алуға жүгірмеңіздер, ал бірлер жоқтар 2-ні алсаңыздар болады.